Дейл Карнеги, қолыңнан келсе бүкіл әлем саған дос, келмесе жалғызсың. Жазда мен балық аулауға Мен штатына барып тұрамын. Маған бүлдіргенді қаймаққа малып жеген ұнайды. Ал балықтар неге екені белгісіз, жауын құртты жақсы көреді. Балық аулауға барғанда өзіме ұнайтын тағам туралы мүлде ойламаймын. Маған балықтарға ұнайтыны ғана маңызды. Сондықтан басына қаймақ жағылған бүлдірген емес, құртты немесе шегірткені түйреп, мынаның дәмін көргілерің келе ме, деп қармақ саламын. Адамдармен де осылай қатынасуға болады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Ұлыбританияның премьер-министрі болған Ллойд Джордж дәл осылай істейтін. Одан Вильсон, Орландо, Клемансо сияқты әскери қолбасшылар орнынан кетіп ұмыт қалғанда, өзінің қалай осыншама ұзақ уақыт билікте жүргендігінің себебін сұрайды. Оның сыры, деп жауап береді сонда Ллойд. Қармаққа қандай жем түйреу керек екенін білу керек. Неге осы өз қалауымыз туралы айта береміз? Біз кішкентай бала емеспіз ғой. Бұны ақымақтық деуге де болады. Әрине бәріміз де қалағанымызға қол жеткізгіміз келеді. Алайда басқалар сіздің не қалайтыныңызды не істесін? Бәріміз де сіз сияқтымыз. Бізді де тек өз мүддеміз ғана қызықтырады. Олай болса, басқаларға әсер етудің бір ғана жолы олардың қалауы туралы әңгіме етіп, оған қол жеткізудің жолын көрсетіңіз. Басқалардың сіз үшін қандай да бір іспен айналысқанын қаласаңыз, осы айтқандарды естен шығармаңыз. Айталық балаларыңыздың темекі тартқанын қаламасаңыз, оларға уағыз айтып, олардың темекі тартпағандарын жөн көретініңізді айтудың қажеті жоқ. Керісінше темекінің кесірінен олардың баскетбол ойнай алмай қалатынын, тіпті 100 метр қашықтыққа да жүгіре алмай қалатынын түсіндіріңіз. Адамдардың мінез құлқына әсер ету деп аталатын керемет кітаптың авторы Гарри Оверстрит былай деген еді. Кез келген әрекет біздің қалауымыздан бастау алады. Бизнесте болсын, үйде, мектепте, немесе саясатта болсын, біреуге ықпал еткісі келген адам ең алдымен басқа адамдардың қызығушылығын туғыза білу керек. Бұлай істеу қолынан келсе, бүкіл әлемді өзіне дос етеді. Қолынан келмесе жалғыз қалады. Сағатына 2 цент жалақыдан бастаған Шотландтан шыққан бір кездегі кедей балақай Эндрю Карнегиден мұраға 365 миллион доллар қалған. Ол айналасындағыларға әсер етудің ең дұрыс жолы олардың естігісі келетін айту екенін ерте білген. Оның 4 жылдық білімі ғана болғанына қарамастан, ол адамдық қарым-қатынас өнерін жақсы меңгерген еді. Олай болса, қандай да бір істі орындатқыңыз келсе, алдымен ол адамға бұл істі қалай істетуге болатынын асықпай ойланып алыңыз. Бұл сізге қандай да бір орынсыз жағдайдың алдын алуға көмектеседі. Бұрындары мен дәріс оқу үшін Нью-Йорк қонақүйінің үлкен бал залын әр маусым сайын кешкі уақытқа 20 күн қатарынан жалдап алатынмын. Осындай маусымдардың бірі бастарал алдында залды жалдау ақысын 3 есеге өсіріп жібергенін білдім. Бұл хабар билеттер сатылып, хабарландырулар тарап кеткеннен кейін жеткен еді. Әрине артық ақша төлегім келмеді. Қонақүй қожайынымен саудаласып жатуды бекершілік деп ойладым. Себебі оларды өз мүддесінен басқа ештеңе қызықтырмайтын. Соған қарамастан 2 күннен кейін қонақүй менеджерімен сөйлесуге бел байладым. Хатыңызды алған кезде аздап таң қалдым, дедім мен оған. Бірақ сізді жазғырмаймын. Сіздің орныңызда болғанда, бәлкім мен де осылай жасар едім. Менеджер ретінде сіздің міндетіңіз мүмкіндігіңізше қонақүй кірісін арттыру. Олай болмаған жағдайда жұмысыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Ендеше бір жапырақ қағазға қонақүйді жалдау құнын арттырғанда сізге қандай пайда немесе зиян келетінін жазып көрейік. Сөйтіп мен қонақүйдің ресми бланкын алып, оны 2-ге бөліп сыздым да, бір жағына пайда, келесісіне зиян деп жаздым. Пайда деген бөлігіне бал залы бос деп жаздым да, былай деп. Бал залы бос кезде сіз оны биге немесе жиналыстарға жалға беріп, қосымша пайда табасыз. Бұны атап өтпесе болмайды. Өйткені одан бірнеше дәрістен түсірген пайдаңыздан да көбірек пайда көруіңізге мүмкін.
Ал 20 кеш маған жалға беріп, басқа кезде жауып қойсаңыз, өзіңіз үшін өте пайдалы кіріс көзінен айырыласыз. Енді бұл мәселенің зиян жағын қарастырып көрейік. Біріншіден, менің есебімнен пайда түсіремін деп, сіз одан айырылып қалайын деп отырсыз. Иә, солай. Сіз көк тиында таппайсыз. Себебі сіз сұраған қаржыны мен төлей алмаймын. Демек, дәрісті мен басқа жақта оқытуға мәжбүр боламын. Бұл мәселенің сіз үшін бұдан басқа да зияны бар. Олай дейтінім, менің дәрісімді тыңдау үшін қонақ үйіңізге көптеген білімді, мәдениетті адамдар келеді. Бұл сіз үшін жақсы жарнама дегенмен келісерсіз деп ойлаймын. Тіпті жарнама үшін $5000 төлесеңіз де, менің дәрісіме келетіндей көп адам қонақ үйді көруге келе қоймас. Ал сіздің қонақ үйге жарнама өте керек. Әңгімемді айта отырып, осы екі зиянды жаздым да менеджерге табыстадым. Қоштасарда былай дедім. Бұл мәселеден түсер пайда мен шегер зиянды жан-жақты талдап, маған соңғы жауабыңызды берерсіз деп ойлаймын. Келесі күні мен жалдау құны 3 есе емес, 50%-ға ғана көтерілгені туралы хат алдым. Есіңізде болсын, өз керегіме мен өзіме не керектігі туралы бір ауыз сөз айтпастан жеттім. Тек оған не керегі туралы, оған қалай қол жеткізуге болатыны туралы айтқанымды байқаған боларсыз. Бұл жерде көпшіліктің әдетіне салсам, не істер едім? Ойланып көрейік. Менеджердің кабинетіне баса көктеп кіріп барамын. Барамын да, билеттер сатылып, хабарландырулар беріліп қойғаннан кейін жалдау құнын 3 есеге көтерем дегеніңіз не сандырақ? 3 есе, күлкілі, ақылға қонбайды. Мен мұндай ақша төлемеймін, деп айқайға басқан болар едім. Бұдан кейін не болар еді? Арамызда дау туып, таласымыз ұзаққа созылар еді. Ал даудың қалай аяқталатыны бәрімізге мәлім. Тіпті оның шешімінің дұрыс еместігін дәлелдеп берсем де, бұл жағдай оның намысына тиіп, барлығымызда тығырыққа тірелер едік. Адамдық қарым-қатынас өнері жайлы берілген кеңестердің ең көңілге қонымдысының авторы Генри Форд. Ол былай дейді: жетістікке жетудің қандай да бір құпиясы болса, ол басқа адамдардың пікірін қабыл алып, оны сол адаммен өз көз қарасыңыз тұрғысынан түсіне білу. Керемет айтылған. Тағы бір қайталап айтайық. Жетістікке жетудің қандай да бір құпиясы болса, ол басқа адамдардың пікірін қабыл алып, оны сол адаммен өз көз қарасыңыз тұрғысынан түсіне білу. Адам баласы бір қарағанда-ақ ұғынардай қарапайым да нақты. Алайда жер бетінде өмір сүретін адамдардың 90%, уақыттарының 90%-ында бұл айтылғандарға көңіл бөле бермейді.